Bizning bir участникка тоже сұрақ qo'ying. Rasul, sizga endi hozirgi tanda tanishib bo'lib жатыр, ya. Biluvinimcha, және де sizga endi romantika жағынан кішкене ақсандап жатсыз деген сияқты биыл сәл әңгімелер болды. Енді типа қыз жеткізбейсіз деген сияқты. Енді сіз үшін романтика деген не жалпы? Білмеймін. Романтика емес шығар. Романтика деген нәрсені өзіме түсіндіре алмаймын. Өйткені романтика емеспін. Негізі, сен қазір үміткерің бар ма? Бар, я? Қазір есіме түсті. Сен қазіргі таңда фитнесқа бір бет бұрып, сондай нәрсе бола ма? Өзі занимация еткің келіп, құлшынысың. Деп жүр қой, үміткерімге келі қазір активно фитнесте істеп жүрміз тренировканы. Андай кішкене бір не болмай ма? Іште бір адамда болады ғой, например, өзіңді ол спортсменка болғаннан кейін кішкене азырақ білгеніне ұялып, қысылып, или бір бұл мысалы мықты спортсмендер таниды ғой деген сияқты қысылулар болмай ма? Таниды ғой дегенге сәл қысыласың, бірақ білмей қалатсам, мен етпеймін, қысылмаймын. Өзі профессионал нәрсе ғой адам. Ал ертең күні, егер екеулер семья болып жатсаңдар, ол ер адамдарда шынықтырамын, қазіргі таңда ақшаға қажет етсе, сен қызғанышсыз нормально қарайсың ба ғой? Қызғанасың ғой? Қызғанасың ба? Тек қыздарға ғана. Ол түсіндік. Ақерке, енді сіздің образыңыз от болып тұр. Ой, рахмет. Сіз деп кеткен шықайын. Рахмет. Ақерке, негізі сәйкестіктерге сенесің бе деп сұрасам. Сенем. Сенесің ба? Абылай, случайности, не случайности дегенге қалай қарайсың? Оған ба? Қарамай. Негізі сәйкестік бола береді ғой өмірде. Именно не нәрсеге байланысты ғой. Жалпы ернар екеулеріңіз бір түсті кейін бапсыздар. Көз шыламай қойып жібергенше. Я енді бұл жерде қоңыр келген екеуміз ғана емес, біраз адам қоңыр келген. Бірақ жалпы екеулеріңізге өте ұқсас байқадыңыз ба? Мен бірақ Айнұр білет бұрынғы сезонда да киемін, бұрыннан бері бар киемін ғой. Сол жалпы енді бүгін. Бүгін ба білмеймін, енді просто андай ментальная связь шығар. Соңғы кездері екі достың арасында өте көп сәйкестік. Энергия. Өте көп, әрине. Мен просто обычно мен мысалы розовый, сары дегенде никогда киемін. Жоқ, мен бір жақсы сұрақ қара қоңыр киемін. Түсінде біраз қызды көрген жігіт мысалы. Енді бірақ сұрағым, ішіңдегі өзіңнің бір сүйген қызыңды түсінде көріп пе едің? Көрген. Енді сенде оны мынандай болып еді. Мысалға менде бала махаббатымды көрген кезімде, енді сол қызды көрсем, мен соны бір құшақтап, бір сұрағымды қойып, бір өзімнің бір махаббатымды бір қандырғым келген еді. Өйткені мен кезінде айта алмайған сөздерім болатын, сенде сондай болып еді. Мен енді көрсем, сол қызға соны айтамын деген. Ондай болды, я. Бәрімізде болған сияқты ғой, негізінде. Айта алмай кеттің ба? Айта алмай кеттім. Болады, бөлші аялар, іште қалып қалған нәрселер. Бұл кісіде қайта бөлші аялар екен да. Менде мысалға бір қыз болған өмірінде, мектеп кезінде бір 5-ші класста бір қатты жақсы көріп қалған. Сол кісіні кейін бір көрем ғой түсімде. Соны мысалға бір сені жақсы көрем деп айтқым келіп, айта алмай кеткен бар. Түсімнің өзінде айта алмай кеткен. Ойлашы досым. Сізді білмеймін, кіммен дос болсаңыз да неге бір екіге бөліну, енді бір мәселе бұрынғы кездері енді бәлкім менде, бәлкім басқа адамдарда, мүмкін біздің мінезіміз жаман болып араласпай қалған шығармыз, например, бірақ басқа адамдармен де неге сенде міндетті түрде либо махаббат хикаясы болып басталып қосу болып кетеді, немесе бір ұрысу, екіге бөліну болып кетеді деп ойлайсың? Ол жақта менің инициативам жоқ деп ойлаймын негізі. Оған сен кінәң жоқ? Жоқ, енді мен осы жақта кешеде оқыған кезде, біраз талқылап алған кезде мен максимально өзім достарымның көңіліне тимеуге тырысамын. Мен просто өзім қоя саламын білешінше. Бірақ енді білмеймін, может карма ма, сондай бір кармический год па или Кармический года ма? Да, кармический года екен ғой 5-тен бастап. Жоқ, так білмеймін ол сұрақтың жауабын. Бірақ негізі өмірде андай қатты бүйтіп жүрекке кіргізбеуге тырысамын алдымен. Естідім бір жаңалық. Сен талабында ажырасқан қыз болмау керек екен, иә? Негізі бұрынғы талапта сондай. Қазір ше? Қазір де сондай ғой, негізі талап сондай. Демек, сен ажырасқан қызды қабылдамайсың. Неге? Қабылдамайсың дейді, түсінемін, бірақ
желательно осындай Сен өзің үйленбегенсің, Үйленбеген. түсінікті. А былай енді біреудің тағдырына ештеңке айта алмайсың ғой. Бірақ енді ғашық болып қалдың. Тіл тауысып кетсең не сондай? Нені? Ажырасқан қызды қаламайды. Қаламайын деп айтқан жоқпын, Жоқ, бірақ вообще қарашы, мен саған былай айтайыншы, өмірде сен өзіңе противоположный жанды. Сен неден қашасың соңғы жолғасың ғой. Неден қашасың? Сен бәлкім ажырасқан қызға ғашық болып қаласың, естісің. Бірақ ажырасқан қыз сені қаламай қояды, бірақ сен соның артынан жүріп қаласың. Негізі Алла тағала солай алып келеді ғой, білесің бе? Жоқ енді. Нәсібірген маған айтсаңдар ғой. Мен білемін оны. Меніңше ажыраспаған қыз болса екен деген ниет бар. Мен сондай себеп. Бірақ өзі ажырасқан. Мен өзім ажырасқанмын. Негізі ұлдарға бар ғой, таңғаламшы, өздерінше болып қандай сондай талап қояды, маған мейлінше депші. Олай болмайды. Адам деген олай ғой, типа қандай адам болса да, адамдық қасиеті бар адам келсе болды ғой. Ол ажырасқан, ажыраспаған, ол важный емес негізі. Мен өзім, мен айтайын, менің бірінші брагым, бывший мужым дейінші, ол кісі ажырасқан болған. Бірақ мен ажыраспаған болған. Мен ана дүниеге сенемін. Мысалы қыздарда ол жақта талап қойып отыр, барлығы 1 миллион болу керек. Материалдық тұрғыда қатты қарайды. Ал мен адами құндылықтарға қарап отырмын да, бұл жақта пәк қыз келсе екен деген ниет бар менде. Таза қыз ол всегда таза болады. Ол мен пәктігімде қарамайды. Сен мысалға андай қылып теңеп қойыпсың да, теңмен тезек қалбымен ажырасқан қосылу керек. Ажыраспағанмен ажырасқан тезек қалбымен деген сөзді түсініңіздерші. Ол ондайға қатысты емес. Сен андайға, сен сондайға бөлек ол кісі бөлек. Отметка жаса мені. Жасаймыз. Блогерлар ғой кісілердің барлығы ол жерде жүрген. Сен блогерсің ғой. Мен блогер емеспін. Мен лайв форматта түсіремін, сторис саламын. Болды ғой. My City. Сау болыңыз. Бәріне қызық қой, біз қалай тамақ ішеміз, қалай өткіземіз эфирге дейінгі уақытты. Бәкең міне баппен осы 1,5 сағат болды отқан, 1 сағаттай болды отқанда. Әдем өзі маевкада отқандай отыр. Кофемен Жәкең әйтеуір асығыс үсігіс тойына әйтеуір минутын мен барады әйтеуір. Эфирға да солай бұл кісі. Баубек, өздеріңізде қалай болып жатыр кездесу? Жалпы әдемі болып жатыр. Әдемі? Кездесу әдемі? Бірақ жай болып жатыр, сіздердікіне тез емес. Сіздерді бәрі тез болып кетіп жатыр ғой. Скоро той бола ма деп жатырмыз өзі. Бұйырсын, тойға барайық. Тойға обязательно келесің. Қаншақ білесің? Қаншақ білесің? 1 миллион. 1 миллион ничего жоқ. 100 мың теңге мал болды. Еркексермін. Жәке, сен қаншақ білесің? Ақбота екеуі. 500 мың, ебай. Сен той... Үйленсе, әбекен, мен құрдасын. Бірге бір колледжде оқыдық. Сондықтан 500 мың ата-анам болсын. Онда сен тойыңа да... Мен 100 мыңым осының ішінде. Бәкесі қаншақ білесің енді? BID 17 миллион тұратын машина дейтін кісі қаншақ біледі екен? Ақшаның жөнін білетін адамбыз ғой. Қаншақ білесіз? 100 мың. Жәкең 500 мың әкеп жатырсыз. 100 мың алып білесіз бе? Жаман емес. Нүреге сіз мен тойыма қаншақ білесіз? 100 мың бара 10 мыңына апарамын. Партта жайын, Нұржан сен ешкім айтпай-ақ қойшы 10 мың әкеп білетінді. Жамбыл, сен қаншақ білесің? Мен тойыма. Сен екеуің тойыңа прям Ақбота екеуің. Иә. Кешегі әңгімеші. Енді ол болады ғой ондай. Мен 100 мың айдап қойдым ше. Сен неше да жоқ дегенге жоқ, енді ол ашылықпен не айтылмайды ғой. 100 болса бөлексіңдер бәрі. Көрі жаймен Қанша деп жатсың? Айтам, бұйырса үйлен. Джонни рекорд қойыпты. Джоннидің тойына үйленген кезде айтпай-ақ қойын, бірақ нормально алып барамын. Нормально алып барамын. Бергеннен асырамын ғой, короче. Мына кісілерді шақырамыз. Біздің телефонда жинап үсіп сататтар неге тұсымға бар, арзан. Сенің түсіңдегі бір қыз бар ма өзің көрген? Түсіңдегі көрген бір біраз қыз дегенің болды ғой, қандай интервью.
қағаз аламын мен Ашшы болса да шын. жоқ ашық Бірінші мақалды. қой енді бірінші Шпар құттықтаймыз. Біздің компанияда әкең бар, әсем бар. В общем, екі әсем ғой. Жолда кеткен әсем де екеуі. Сол Атырауға шығып бара жатырмыз. Деп реклама саламыз. Бір ақшасын төлеп қойдық. Бұйырса, Ақтауға барамын.